Биыл ауған соғысының аяқталғанына да бақандай 30 жыл толды. Айтулы датаның аясында Мақтаарал ауданына қарасты Сабыр Рахимов атындағы жалпы орта мектебінде мемлекеттік қызметшілердің арасында футболдан ашық турнир болып өтті. Айта кету керек, жарыста Мақтаарал және Жетісай аудандарының жас мемлекеттік қызметшілері бақ сынады. Толығырақ тілші материалында. 10 жылға созылған ауған соғысына қатысып, интернационалдық борышын өзге елде адал өткеріп келген ауған ардагерлерінің құрметіне орай ұйымдастырылған жарыс 2 күнге ұласты. Жалпы алаңға шыққан 23 команданың ішінен ақтық ойынға 6 команда іріктеліп алға шықты. Бұны біз достық ойынды есептедік. Себебі бұл футбол, жалпы спорттық ойындар жауласу үшін емес, достасу үшін ұйымдастырылатын ойын. Негізгі мақсатымыз осыны бұқаралық спортты дамыту, насихаттау кеңінен жастар арасында. Бүгін осындай нәрсені әрбір ауылды округте дамыту бізде қазір жүйеге де қойып жатырмыз. Алда жоспарлар, арнайы жобаларымыз да бар. Биыл жастар жылы. Соның аясында әр демалыс күні суббота, жаңағы сенбі, жексенбі күндері ауылдарда да осындай жүйелі түрде бұқаралық спортты дамыту бойынша қойып жатырмыз. Соның бірі өткен апта Мақтаарал ауылдық округінде бастау алған болса, ал осы апта өзі Достық ауылдық округінде жалғасын табады. Келесі апта тағы ауылдық округтер арнайы кестеге сәйкес. Ойын өте тартысты өтті. Намысты қолдан бермеуге тырысқан ойыншылар өз ауданының және мамандығының абыройы үшін бар күш-жігерін жұмсады. Футбол жарысынан бүгін ақтық мәреге жетті. Бұл шараның негізгі мақсаты тек қана жұмыста емес, содан бөлек мынау жастар арасында, мемлекеттік қызметкерлер арасында бір-біріне деген қарым-қатынастық, достық қарым-қатынасты нығайту негізгі мақсат болып табылады. Бұл жарыс, яғни тек қана Мақтаарал ауданы емес, сонымен қатар ауданаралық жарыс айтуға толық негіз бар. Себебі бұл үлкен жарысқа Жетісай ауданымен қоса Мақтаарал ауданының мемлекеттік қызметшілері, соның ішінде қала, кент, ауыл, округ және аудан әкімі аппаратының қызметкерлері, сонымен құқық қорғау органының сот және де ішкі істер басқармасының қызметкерлері қатысып бүгін өз мәресіне жетіп отыр. Бірінші орын алған Жетісай ауданы әкімі аппараты бұдан да үлкен көлемде өткізе берсе, яғни жастарға деген үлкен бір сабақ болар еді. Жарыс барысында үздік ойын көрсетіп, қарсылас команданың торын голмен толтырған үздік командалар, атап айтқанда Жетісай ауданының жастар орталығы, Мырзакент және Еңбекші ауыл округтері мен Жетісай әкімдігінің аппараттары Жарыс барысында үздік ойын көрсетіп, қарсылас команданың торын голмен толтырған үздік командалар, атап айтқанда Жетісай ауданының жастар орталығы, Мырзакент және Еңбекші ауыл округтері мен Жетісай әкімдігінің аппараты жүлделі орын алып, арнайы кубоктармен марапатталды. Сондай-ақ додада ерекше көзге түскен ойыншылар түрлі номинацияларға ие болды. Аллаберген Құлша, Ғани Оралбайұлы, ақпарат Мақтаарал ауданынан.